Білесіз бе, 19 ғасырда Францияда болған бұл оқиға қатыгездігімен жаныңызды түршіктіреді. 1901 жылы полицияға Монье жанұясының үйінде қамауда жатқан әйел жайлы анонимді хат түседі. Үйдің шатырындағы бөлме есігін бұзып кірген полицейлер шошып кетеді. Керуетте салмағы 25 келі, тістері түсіп, қаңқасы ғана қалған 52 жасты әйел табылды. Белгілі болғандай, ол 25 жыл бұрын жоғалып кеткен Бланш Монье болып шықты. Оны қамап қойған өзінің анасы Луиза Монье. Анасының қатыгездігіне қызының қарапайым адвокатқа тегісі келгені себеп болған. Монье өлеті ақсүйек болғандықтан, қызы тек ақсүйекке қосылуы шарт. Қызы қара халық өкіліне тимесін деп, оны 25 жылға қамап қояды. Луиза Монье тұтқындалған соң, сотқа жетпей 15 күннен кейін қайтыс болды. Ал Бланш Монье болса, сол күйі ақыл-есі қалпына келмей, 12 жылдан соң жындыханада көз жұмды. Солай, көбісі видеоларымды қарайды, бірақ жазылмайды. Жазылып қойсаңыздаршы.